Олар Риши Аберойдың әйелінің аты жөнін сұрады. Сіз білмейсіз бе? Сіз білуге тиіссіз. Сіздердің қонақ үйлеріңіз оларды экскурсияға жіберді. Өтінем, сабыр ет. Бірақ қай аурухана? Шимла қалалық ауруханасы. Құдайым-ай, балаларымды сақтай көр. Бұл осыдан 15 минуттық жерде. 15 минут кеттік. Кеттік. Жүріңдер. Ханым, Риши Аберой, ол жансақтау бөлімде, оның әйелі Лакшми де осында болу тиіс. Біз Бозғалда қалабы қонақ үйіне барғанбыз, олардың осында екенін білдік. Я қонақ үйге мен хабарладым, олар осында. Өтінем, олардың қайда екенін айтыңызшы. Қазір. Риши Аберой 5-ші бөлмеде, ал Лакшми Аберой 9-ші. 5-ші бөлме қайда? Тіке жүріңіздер. Ол сауығып кетеді. Оның көбірек демалғаны жақсы, сондықтан демалсын. Медбике, мен сізге керек болмайым. Бірақ қажет болсам, маған хабарласыңыз. Жарайды, мырза. Есінен адасқан адам ғана өз басын қатерге тіге алады. Меніңше ол күйеуін қатты жақсы көретін сияқты. Алло, қайда жоғалып кеттің, Ашок? Мен қоңырау шалдым. Сенің артыңда тұрмын. Рават, олардың халдері қалай? Білмеймін, оларды емдеп жатыр. Риши! Көмектесіңдер, кім бар? Күйеуім. Оған көмектесіңдер. Оны емдеп жатыр, жатыңыз, уайымдамаңыз. Риши қайда? Мен оған барғым Ол келеді. емделіп жатыр, ханым. Оны емдеп жатыр, жатыңыз. Оны бір рет Оны көруім емдеп керек. жатыр, жатыңыз. Не болды сізге? Риши. Не болды? Менің синдурым. Ол қалай кетіп қалған? Оны кетіруге болмайды. Ол некенің белгісі ғой. Некенің белгісі. Риши мен. Жоқ, мен оған баруым керек. Жатыңыз. Өтінем сізден. Мен оған баруым керек. Жоқ, өтінем жатыңыз. Ханым, күйеуіме барғым келеді. Кім бар мұнда? Жіберіңіз. Медбике. Медбике, көмектесіңіздер. Уважаемые казахстанцы, важная новость для всех вас. Многие из вас по привычке хранят свои сбережения на банковских депозитах. Уважаемые казахстанцы, важная новость для всех вас. Многие из вас по привычке хранят свои сбережения на банковских. Кешіріңіз, 5-ші бөлме қайда? Рахмет. Дәргер, Риши, дәргер Ришидің қайы қалай? Аман ба? Алаңдайтын түгі жоқ, ол әйелінің арқасында аман қалды. Егер дері кезінде осында келмесе, аман қалуы иықталай еді. Онымен кездесе аламыз Ол ба? қазір ес-түссіз жатыр. Біраз уақыт күтіңіздер. Бұлай болсын, бұл төтенше аймақ, мұнда науқастар ғана жүреді. Ақылымды тыңдасаңыздар, күту залында отыра тұрыңыздар. Есін жиғаннан кейін онымен кездесе аласыздар. Ол аз уақытта есін жия ма? Нилам жеңге? Жүр. Риши. Кеттік, дәрігер не деді? Сәлеметсіз бе, мырза? Сәлеметсіз бе? Мырза, мына телефон. Мырзаныкі не ханымдікі болуы мүмкін. Өзенге секірген кезде түсіп қалса керек. Сіз соны қайдан таптыңыз? Оқиға болған кезде сол жерде болғанмын. Мен көрдім. Ханым суға секірді, мырза. Ол судан шығып, қармақты алды да, қолтырауымен шайқасу үшін қайта суға түсті. Қолтырауынды көргенде шошып кеттім. Ханымға суға түспеңіз дедім. Бірақ мырза ол тыңдаған жоқ. Ол күйеуін құтқарғысы келді. Сосын мырза ханым оны судан шығарған кезде қолтырауын өзіне жармасты. Бірақ ханым бір нәрсені қайталап айта берді.
күйеуімді құтқарыңдар, оны ауруханаға апарыңдар деді. Бағына қарай ең соңғы сәтте бір адам келіп, оны құтқарып қалды. Сосын мырза, Рават оларды ауруханаға апарды. Түсінікті. Көп рахмет. Бірақ мырза, шын мәнінде олар көп қан жоғалтты. Мырза есінен танып қалды. Ал ханым аяғын әрең басып тұрған. Қолтырауын оны тістеп алды. Сосын мен бауырыммен бірге жүк көлігін әкелуге қыстаққа кеттім. Жүк көлігі менікі болатын. Бұл бауырмен бірге қыстаққа жеткенде мен шығып кеткен болатын. Ханымның мырзаны арбамен сүйреп бара жатқанын көрдім. Өзі қатты жараланған екен. Қатты қансырап тұрды. Жағдайы тым нашар болды. Денесі көп өңгек болып кеткен. Тап бір денесінде қан қалмағандай. Бірақ Лакшми жігері мен тәуекелшілдігінің арқасында күйеуін аман алып қалды. Әйтпесе өзі жоғалтқан қанды ескерсек, біреуді сүйремек түгілі есінен танып қалмағанына таңғаласыз. Мен дәрігер Рохамын, Лакшмидің дәрігерім. Оның халі қалай? Жағдайы жақсы. Біраз уақыттан соң есін Онымен жия. кездесе аламыз ба? Қазір емес, біраз күтіңіздер. Ол есін жиған соң кездесе жатарсыздар. Рахмет, рахмет. Өтінем, мынаны алыңыздар. Жоқ мырза, қажет жоқ. Жоқ алыңыздар. Сіздер балаларымызды осында келдіңіздер. Олар аман сау. Өтінем, қыстақ тұрғындарына тәттілер таратыңыздар. Өтінем, алыңыздар. Жоқ мырза. Алыңыздар. Жоқ мырза. Көп рахмет. Рахмет. Жарайды мырза, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Лакшми. 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 Тұрмаңыз мырза, жатыңыз. Өтінем. Лакшми жанымда еді ғой, ол қайда? Я, ол осында ауруханада. Ол 9-шы бөлмеде жатыр. Ол да қатты жараланған. Уайымдамаңыз, бәрі жақсы. Мен онымен кездесуім керек. Оның халі жақсы ма? Өтінем. Сіз қазір бара алмайсыз. Тынығуыңыз керек. Сіз тіпті жүре де алмайсыз. Ол ауыр жараланған. Өтінем, мені жіберіңізші. Дәрігер Герешке есіңізді жиғаныңызды айтайын. Өтінем, әзірге тыныға беріңіз. Ол сені қолтырауынан құтқарды. Бірақ өзі қалып қойды. Илам, су іш. Илам, Оның ықпалы басталды. Менің қорыққаным орындалып жатыр. Лакшми Ришиді құтқарып қалды. Риши бүгін Лакшмидің арқасында аман қалды. Әйтпесе менің балам. Өзімді жайсыз сезінгенімді саған айттым ғой. Ришиге қауіп төнгенін сезіп тұрмын дедім ғой. Енді қараш, мен қателеспеппін. иә. Құдай үшін я дей бермеш. Өзіңді әкем секілді ұстама. Апа, мен сізге де айтқам. 1 жыл бұрын Ришидің бірдеңеге ұшырайтынын сездім.
Каришма, мұны саған да айтқам. Бәріңізге айттым. Сіздерге ескерттім. Бірақ мені ешкім тыңдаған жоқ. Сөзімді ешкім құлағына қыстырған да жоқ. Ал енді не болғанын қараңыздар. Менің айтқаным рас болып шықты. Сен әкеме бардың. Оған бәрін айта салдың. Сосын ол аузына келгенді айтты. Маған өзімшілісің деді. Қайдағы жоқты айтасың деді. Ришиге ештеңе болмайды, бәрі жақсы болады. Сен ырымшылсың деді. Ақыры не болды? Не болғанын көрдіңіздер ғой. Перекуси в движении. Новый Лейс Стикс со вкусом соусов. Мен қателеспеппін. Бәрі орындалып жатыр, көрдің бе? Иә, Нилам, сен қателеспепсің. Бірақ сол кезде маған сенген жоқсың. Ешқайсыңыз маған сенген жоқсыздар. Мен сендім ғой. Иә, сендің. Менің көңіліме қарадың. Бірақ әдеттегідей менікі дұрыс болып шықты. Сенікі дұрыс болып шықты, Нилам. Мен әкеме сондай бірдеңе айтқан сайын, ол маған ұрсады, маған ашуланады. Ол Құдай бар болса, күн мен ай бар болса, басқа да ғаламшарлардың бар екенін мүлде түсінбейді. Біз олардың ықпалын елеусіз қалдыра алмаймыз. Мен Ришидің жұлдызнамасын Бадринатх Пірадарға апарған кезімде ол мені тыңдаған жоқ. Пірадардың не дегені есіңде ме? Ол айтқанының бәрі орындалатынын айтқан. Бәрі соның айтқанындай